Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Бүгінгі влогта тоқыма және тігінге байланысты ақпараттармен бөлісетін боламын. Және бұл влогта қосымша өзімнің қолданған жақсы кеңестермен бөлісіп кеткім келеді. Мүмкін мен бөлісетін кеңестерді көпшілігіңіз қолданатын шығарсыздар, бірақ дегенмен де біраз қызға пайдасы тиетініне сенімдімін. Мысалы, үй тірлігінде болсын, немесе қонақ күту кезіндегі өзімнің кішігірім бір-екі тұстарын түсіріп алғаным бар, бөліскім келеді. Соны қабыл алыңыздар. Бірінші кезекте өздеріңіз көріп кеткендей, өзім ұзақ күткен оюлы этно шапкам, сол жайлы ақпаратты айтып кетемін. Шеберлік сабағы ендігі шығып болды, барлығы 4 бөлімнен тұрады. Тоқып бастап жатсаңыздар, нәтижесін бөлісіп кетсеңіздер өте қатты қуанышты боламын. Және де менің телеграм арнам бар, сол арнаға тіркеліп қойып, жұмыстарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Телеграм арнада кері байланыста отырамын деген ниетпен қалдырған болатымын. Енді әзірге ешқандай тоқылып жатқан жоқ сияқты, себебі ешқандай сұрақ та жоқ және тоқылып жатқан көрініс те жоқ. Жарайды, бастысы ол емес. Ең маңыздысы, мен YouTube арнама өзім қалаған оюлы этно шапкамды шығардым. Бұл шапка бойынша көп тоқталып кетпейін. Сабақтың алдында менде арнайы шапкаға ақпарат шыққан және тоқу барысында да қосымша ақпараттармен бөлісіп кеткенмін. Бірақ мен сол сабақты түсіріп біткендегі алғашқы эмоциямен қазір түсірген видеомды көрсетіп кетемін. Қайырлы күн бәріңізге. Мен өте қатты қуаныштымын, себебі мен этно шапкаға сабақ түсіріп аяқтадым. Дәл қазір ғана міне түсіріп бітіп, бірден влогқа қосымша түсіріп алайын деп камераны қостым. Сонымен енді әрине бұл жерде әлі артық жіптерін жасыру керек, одан кейін шапканы жуу керек. Жалпы өзімнің эмоциямен алыстамай тұрып бөліскім келді. Өте қатты ұнады. Жуғаннан кейін көрінісі әлі өзгереді. Ішкі көрінісін қосымша көрсетіп кетейін. Ішкі көрінісіне де мен өте қатты ғашықпын. Жаккардтың ішкі көрінісі маған күннен күнге ұнап келе жатыр. Екі жақты шапка деп киіп алсақ та болады. Бұл әрине қалжың, енді әркімнің өзінің көзқарасына қарай ғой. Жалпы қараңыздар, бұл да бір өзінше ерекше көрінеді екен. Жаңағы стиль, мода, эксклюзивті қолайтын жандар осылай киіп алуды әбден мүмкін. Мысалы, Америка елінде оны кездестіріп жатсақ, таңғалмаймыз, себебі ол жақта тұрғындарының өзінің көзқарасы басқа. Жалпы бөліскім келгенім осы. Сабағым мүмкін бұл влог шыққанға дейін сабағым ендігі шығып та қойған шығар арнамда, немесе осы влогтан кейін шығып қалар. Жалпы сіздер де тоқып көріңіздер, мен сияқты керемет эмоция алатын шығарсыздар. Этно шапка қазақи үлгідегі оюмен нақышталған. Өте қатты қуаныштымын, маған ұнады. Енді қалай жеткізерімді білмеймін. Тек қана менде эмоция ғой қазір. Сөзім жоқ, тек қана эмоция. Түстік үйлесімі, барлық көрінісі қатты ұнап тұр. Негізі соңғы апта менде өте құнарлы болып өтті. Енді осы кішігірім үй тірлігіндегі кеңесімен бөлісе кетейін. Осындай бұл шығаратын үтіктің көмегімен мен өзімнің қолданатын көрпе жастықтарымды осылай булап алдым. Сол кездегі нәтижесі менің енді таң қалдырды. Үлпілдеп шыға келді, яғни жастықтар, көрпелер қолдана келе басылады ғой. Ал бұл үтіктің буымен мен жүргізіп шыққан кезде қомпиып әдемі көрініске келді. Бір шеті дезинфекция және көрпелерді кішкене жұмсартып көмпитіп алдым десем болады. Бұл бізде салқын күндері, яғни осы күз, қыс мезгілдерінде ылғалды уақыттарда қолдануға өте тиімді екен. Себебі көрпе жастықтарды біз жаз мезгілінде күн шуағында шығарып, кешкі уақытқа дейін кептіріп көмпитіп аламыз ғой. Ал осы ылғалды суық күн кездері осы үтік маған өте қатты көмегін тигізіп жатыр. Мүмкін сіздерге де осы кеңес пайдалы болып қалатын шығар деп бөлісіп жатырмын. Негізі мен бұл төсек жабдықтарын жиі үтіктеймін деп айтпаймын, бірақ осы жолы дәл осы үтіктің көмегімен көрпеге төселінген күйде жүргізіп шықтым және нәтижесі маған өте қатты ұнады.
сіздермен тағы бөліскім келіп тұр. Қонақ күтер алдында мен 3-4 күн бұрын осылай самса және пирожки кішігірім жасап алдын ала қатырып қоямын. Одан кейін самсаны қонақтар келер алдында бір сағат бұрын пісіріп қоямын. Ал жаңа пирожкиді 1 күн бұрын жай ғана майда пісіріп аламын. Өте ыңғайлы екен, қолды жеңілдетеді. Барлық жұмысты 1 күн бұрынға қалдырмай, осылай бірнеше күн бұрын қатырып, ерте жасап қоятын заттарды дайындап қойсақ, үлкен көмек екен бізге. Шаршамайсың, 1 күнде 1-2 заттан жаймен бітіре береткесің, уақытыңды да үнемдейсің. Мүмкін сіздер бұл әдісті қолданатын шығарсыздар, ал білмей жүрген жандар болса, осылай менен кеңес. Келесі кезекте оттегі ағартқышының көмегімен ыдыстарымды жиі осылай жуып аламын. Біздің суымыз кішкене татты болғаннан кейін кеселерге де сол қоңыр түсті түбінде қалып қалады. Және оны қырып тұрмас үшін осылай ыстық суға 1-2 қасық оттегі ағартқышын қосып, жай ғана 30 минутқа қалдырамын. Одан кейін бұны жуып ысқылаудың қажеті жоқ. Жай ғана алып шығып, өзім сол ыдыс жуатын гельмен жай ғана жуып аламын. Тап-таза жалтырап шыға келеді. Нәтижесін қазір өздеріңіз көрсеңіздер болады. Баршаңызға сәлем. Бүгін менде тігін терапиясы. Эко төсеніштер 1 жыл бойы тігіп айналысқанмын деп айтып кеткенімге, міне клиенттерден, яғни алып жүрген клиенттерден тапсырыс түсті. Өзімде қолымда бар матадан қазір тігіп жатырмын. Және осы сәтті пайдаланып, мен сіздерге сабақ түсіріп алғым келеді. Себебі бұл барлық қыз-келіншектерге өте актуалды теманың бірі. Экологиялық таза, матадан тігілген көп реттік төсеніштер. Осылай бір өнімді шығарып, содан кейін қазір мен сатып жатқан жоқпын, және сатылымды ашқан жоқпын, аккаунттың бәрін жауып тастадым, бірақ та бұрынғы клиенттерім қайтып келіп жатыр. Ол мені әрине өте қатты қуантады. Демек, нәтижесі бар деген сөз, болашағы бар. Аллах қаласа, өзім қолыма алғым келеді қайтадан. Қазір енді кішкене бір осы YouTube арнамды 1 реттеп алсам, одан кейін эко төсеніштерге де қайтадан жаймен ораламын. Қайырлы күн. Бүгін менде тігінге жоспарым көп. Қию жұмыстары әзірге. Осындай жөндеу жұмыстарын бастадым. Сіздерге қосымша фото, анық не жайлы екенін айтып кететін боламын келесі видеода. Бұл куртка жайлы. Ал келесі бұл менде қыстық куртка, ең үлкен өлшемде, өзімнен 1-2 өлшем үлкен шығар. Оның да қосымша фотосын, видеосын салып кетемін түсіндіру барысында. Кезекте осы сырт киімді жөндеу жұмысын жасағым келеді. Өзіме алынған, бірақ 2 өлшем үлкен, қатты үлкен, және де иықтарында жоталары жұқа. Сол себепті қазір кішірейтіп қиып көремін, және қысқа жасағым келеді. Қатты ұзын маған ыңғайсыз екен. Содан кейін сол қысқартқан, кесіп алған тұстарының ішкі жаңағы матасын, яғни ішкі мақтасын осы жұқа тұстарына, иықтарға, жотасына орналастырып көремін. Бұл капюшонмен, және капюшоны алынып салынатындай жасағым келеді. Бұл жерде капюшон бірігіп тігілген. Түсі өзіме ұнайды. Қазір кішкене камерада басқа берілуі мүмкін. Бірақ енді алғаннан кейін көп киген жоқпын. Бұны алғаныма 3-4 жыл болған шығар. Құры тұр. Сол себепті де жөндеп өзіме сай ыңғайлы үлгіде жасап алғым келеді. Келесі кезекте бұл негізі ер адамға арналған куртка. Бірақ енді ер азаматым кимейтін болғаннан кейін өзім киемін деп және жөндеу жұмысына да кірістім. Мен бұл тұста осы манжетін алып тастағым келеді және жағасын осылай кішірейтіп тігіп алғым келеді.
Бұл сырт киім менің жаныма жақын, винтаж үлгісінде, яғни винтаж стилінде. Және қазір мен тоқыма саласында сол винтажды бір жилет тоқып алғым келеді. Оюлармен әртүрлі түстерді үйлестіріп, мен бір тоқып алғым келеді айдарында сіздерге қосымша көрсеткенмін. Қазір сол жилеттің жаңағы сызбасын құрастырудамын. Келесі кезекте бұл менде тоқылған қолғап. Жай ғана бір қолға тоқылды. Жіптері әлі жасырылған жоқ. Ішкі көрінісіне осылай көрсетпей жасырып қойдым. Енді әзірге тек бір қол ғана тоқылды. Қазір киіп көрсетейін. Бірақ енді екінші қолын тоқымастан бұрын мен мүмкін бұл қолғапты тарқатып, бұндай бір саусақты қолғап тоқымайтын шығармын деген ойға келіп тұрмын. Себебі қолыма ыңғайсыз сияқты, мүмкін үйренбегеннен кейін шығар. Маған 5 саусақты қолғап ыңғайлы. Мен дәл осындай бір саусақты қолғапты бұрын соңды киіп көрмегеннен кейін, мүмкін үйрену үшін уақытта керек шығар. Және оның үстіне мен сәл кішкене ұзындығын кішкентай алып қойған сияқтымын. Дәл осы тұсқа келіп тіреліп қалады. Мына тұстағы саусақтың қиығы дәл осы тұсына түсіп тұрған жоқ. Мүмкін сол себепті де ыңғайсыздау шығар. Оны енді болашақта мүмкін қыс мезгілінде көре жатармын. Айтпақшы, бүгін бізде 1 желтоқсан, қыс мезгілінің 1 айы. Жалпы көрінісі маған өте қатты ұнады. Барлығы ұқыпты және байқасаңыздар анатомиялық тұрғыда тоқылғаны білінеді. Білек жағы жіңішкелеу және кішкене алақан жаққа келген кезде міне осы тұстан кеңейеді және саусақтың орналасқан тұстары барлығы біздің анатомиямызға сай. Яғни бізде бірінші саусақ кішкене ішке қарай осылай кіріп тұратын болғаннан кейін қолғапты мен сондай әдіспен тоқып шыққаннан бірінші саусақты былай тік жанынан шығара салғым келмеді. Барлығы анатомиялық тұрғыда қолда ыңғайлы тұруы үшін жасадым. Барлығы түсінікті көрініп тұрған шығар. Негізі өте қарапайым тоқылады. Мүмкін бұл қолғапқа мен қалай тоқылуын бөлек экспресс сабақ ретінде түсіндіріп кететін шығармын, жай ғана түсіндірме ретінде. Өйткені белгілі бір осыны қараңыздар, бірінші саусақты тоқып алған тұсына дейін менің сабағым 5 саусақты қолғапты тоқу сабағының тұстарын қайталайды. Яғни бұл сабақ түсінікті болу үшін жеке түсіріп кеткенім дұрыс болар. Жалпы бұл қолғапқа келетін болсам, тарқатылатын жұмыстың бірі. Әрине, еңбегім, уақытым кетті, бірақ дегенмен де бәріміз тәжірибеден өтеміз. Және тоқып көргім келді, және тоқыдым. Нәтижесі ұнады. Тоқуға болады, өте оңай, өте қарапайым. Жаңа айтып кеткендей, алдағы уақытта мүмкін қыс мезгілінде ортасында мүмкін тағы да тоқып алармын. Келесі тарқатылатын жұмыстардың бірі бұл жилет. Фотосын тауып жатсам қосымша салып кетемін. Бірнеше влогтарда көрсеткенмін. Не үшін тарқатылады? Себебі тоқылып жатқан көрінісі маған ұнап тұрған жоқ. Яғни тым бос тоқып жатырмын. Әсіресе төменгі жағын байқасаңыздар, бос және қисық болып тоқылған көрінеді. Ілмектерім түзу емес. Тек осы тұстан бастап мен тығыздықты қатты ала бастаппын. Ал төменгі жағы бос екені көрініп тұр. Сол себепті де бұл жерде ешқандай сұрақсыз тарқатылады. Және енді бұл жіп бірлеп тарқатылғаннан кейін мүмкін булап барып тоқу керек беді, бірақ оған уақытымды жұмсамай, бірден осы жіппен тек осы тығыз тоқу арқылы қайтадан бастаймын. Енді әрине өкінішке орай біраз ортан беліне дейін келсем де тарқатуға тура келеді. Маған көрінісі мүлде ұнап тұрған жоқ. Түймеліктерінің орнатылған осы тесік аралықтары да барлығы көңілімнен шықпай тұр. Ендігі кезекте мен бисмиллах деп бір күшті бұйым бастап кеттім. Бірнеше влогтарда айтқанмын. Өзім осындай оюлы жилет тоқып алғым келеді деп. Жаңағы тоқып алғым келеді айдар влогында мен сіздерге осы жіптердің қалған түстерін көрсеткенмін. Бірнеше 4-5 түсті мүмкін араластырып
оюлы жилет тоқитын шығармын деп айтып өткенімдей, міне бастамасы қазіргі осы. Бұл жерде ілмекпіз ба, жоқ инебіз ба деп ойлана келе, әзірге ілмекпізбен осындай кескін тоқып көрдім. Бұл енді байқасаңыздар, шашпау өрнегін жасадым. Меніңше ұқсап тұр. Сіздерге қалай, жалпы шашпау көрінісіне ұқсайды ма? Бұл жерде мен осындай ішін барлығын бір қою түспен толтырғым келген жоқ. Жай ғана осылай көрінісін ғана сызба ретінде жасап тоқығым келді. Былайша айтқанда минимализм. Енді ары қарай қалай жасайтынымды әзірге ойлану үстіндемін, бірақ та қазіргі жұмыс барысы менің осы жилетпен жұмыс жасаудамын. Және алдағы уақыттарда осы шашпаудың тоқылу жолын бөлек сабақ ретінде түсіріп шығарғым келеді. Меніңше енді көпшілігіңізге ұнайтын шығар деген ойдамын. Этно үлгідегі сабақтар шыққан кезде және оюлы этно үлгідегі сабақтар шыққан кезде менде белсенділік көбейетінін байқаймын. Сол себепті де бұл сабақты да жылы қабылдайды деген ойдамын. Бірден тоқып кету оңай болған жоқ. Мына тұста мен төменгі міне осы салпыншақтарын осы өрнекті тоқып алғаннан кейін жеке іліп шыққан болатынмын. Енді алдағы уақытта бұлай жасамай, бірден осылар тоқылып кететіндей жаңағы әдісті ойластыру үстіндемін. Барлығы жақсы шыққан кезде тағы да қосымша бөлісіп кетемін. Жалпы маған көрінісі және бастамам өте қатты ұнап тұр. Қазіргі менің жұмысымның бірі осы жилет.